Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте пайдалы, дәруменге бай, оңай жасалатын греческий салат дайындайтын боламыз. Маралмен бірге болыңыздар. Алдымен қиярымыздың екі жанын алып тастаймыз, сонан соң екі бөлікке бөліп, осылай жартылай дөңгелекше қылып тураймыз. Қызанағымызды екі бөлікке бөлеміз және жүрекшелерін алып тастаймыз. Әр бөлікті дәл видеодағыдай 4 бөлікке бөліп шығамыз. Светофор болгар бұрышын дәл видеодағыдай 4-біршілеп турап шығамыз. Мен қызылын және сарысын пайдаландым, жасылын да пайдалансаңыздар болады. Туралған көкөністерімізді бір ыдысқа салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Тарелкемізге өзіміздің қалауымыз бойынша салат жапырағын қоямыз және үстінен туралған көкөністерімізді саламыз. Бір бас пиязымызды осылайша турап шығамыз, немесе дәу пияз болса жарты бас пиязды турасаңыздар да болады. Көкөністеріміздің бетінен пиязымызды осылайша қойып шығамыз. Салатымызға ерекше дәм беретін заправкамызды дайындаймыз. Ол үшін зәйтүн майына тұзымыз саламыз және сарымсағымызды үккіштен өткізіп саламыз және де орегано дәмдеу үшін саламыз. Соңынан осындай лимон шырынын құйып барлығын араластырып дайындап аламыз. Осы заправкамен дәмі ерекше болады, міндетті түрде жасаңыздар. Осы туралған көкөністеріміздің бетінен заправкамызды барлық жеріне тигізіп құйып шығамыз. Сонан соң осындай фета сырын немесе брынзаны 4-біршілеп тураймыз. Мен брынзаны пайдаландым. Туралған брынзамызды салатымыздың бетіне әдемілеп қойып шығамыз. Соңынан оливкиді осылай қойып шығамыз. Оливки тек қана сән ғана беріп қоймай, адам денсаулығына өте пайдалы. Сол себепті оливкиді пайдаланғандарыңыз дұрыс. Біздің өте ерекше дәмді, осындай дәруменге бай салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер менің видеом сіздерге ұнаса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау саламат болыңыздар.